Йо достар, сіздермен бүгін біз Дони ТV. Бүгін бізде жаңа рубрика деп ойласаңдар болады. Бүгін сұрақ-жауап рубрикасына мен ВК группама қалдырып кеткен болатынмын. Сонда сұрақтарыңызды қойған болатынсыңдар. Короче достар, көп ұзамай біз рубрикамызды бастайық. Я достар, бүгін біздің бірінші сұрақ Мұхтасар Болатов деген баладан келген болады. Бірінші сұрағы: маған сәлем жолдас, Мұхтасар Болатов саған сәлем. Ал екінші сұрағы: қандай тамақты жақсы көресің? Плов, картоф, бешбармақ. Қызың бар ма? Қызым жоқ. Атамнан біле ма сені дейді. Атамнан біле ма сені? Может, видео түсіріп жүргенді біле ма? Иә, біледі. Бесін дами бер. Рахмет. Енді екінші сұрақ Қайратты Батырға Исебол ұлыдан келген. Салам бро, сәлем жолдашы дейді. Қайратты Батырхан саған сәлем. Туған күнің қашан? Жылың 2003 жылы қаңтардың 18-і. Ютубқа қашан келдің? Осыдан 3 ай бұрын. Блог қашан күтеміз бро? Алдағы уақытта күтесің. Дами бер алға. Рахмет. Үшінші сұрақ Роман Бек Батырдан келген болатын. Маған сәлем жолдаш, саған сәлем. Маған тіркелші. Давай жақсы. Каналың ескіргенде кімге бересің? Балама. Дами бер, сәттілік. Рахмет. Енді төртінші сұрақ бізден Арайлым Шарибек деген қыздан келді. Танымал блогер деп айтсақ болады. Сүйікті әншім дейді. Сүйікті әншім Қайрат Нұртас. Топ 5 сүйікті блогер. Топ 5 сүйікті блогердан Тико, Темірлан Болат, сен болды. Қалған ютубтағы мақсатым. Мен осы ютубқа келгелі бері қазақ ютубын дамытқым келді. Бірақ актив сондай қатты жоқ. Сондықтан мен қазақ ютубын дамытқым келеді. Басқа елдерден қалғым келмейді. Неше қызбен жүрдің? 3. Сабақтың шемен оқисың? 4. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Бесінші сұрақ Еркебұлан оған келді. Маған сәлем жолдаш дейді. Саған сәлем. Қызың бар ма? Жоқ. Алтыншы сұрақ Ислам Сафуановтан келген. Біріншісі сәлем жолдаш, саған сәлем. Келесі видео қашан шығады? Алдағы уақытта. Ал үшінші аман болшы. Сәлем дейді. Сұрақ Хабиб Нұрмағамбетов маған сұрақ қойды. Қызың бар ма? Қызым жоқ. Атың кім? Данияр. Маған пиар жаса, атың Бека қызы. Давай жақсы. Дами бер аттан. Рахмет. Енді жетінші сұрақ бізден Мұхаммед Болатовтан келген болатын. Оның сұрақтары: қай мамақты иесі болғың келеді? Қай мамақты иесі болғың келеді дейсің ба? Короче, дизайнер. Сегізінші сұрақ Құдірет Кимнан келген болатын. Қызың бар ма дейді. Жоқ. Маған сәлем жолдаш дейді. Саған сәлем деп айт. Құдірет, дами бер. Не пассажир. Нет проблем. Негізінде мынау сұрақ жауап еді, бірақ задание болып кетті ғой. Не пофиг. Тырысамыз. Репас седім. Короче, мен мамам телефон еді, забап кетіп қалды. Короче, Құдірет Кимнің сұрақ жауаптары бітті. Сұрақ бітті. Енді Айсұлтан Ханский дейді. Жарайды, отбасында қанша адам бар дейді. Отбасында 5 адам бар. Маған сәлем жолда Джейс Айсұлтан де. Саған сәлем Джейс Айсұлтан. Ютубқа не себептен келдің? Ютубқа мен қазақ ютубын дамыту үшін келдім. Ал өскенде кім боласың? Өскенде бомж болам. Бездомный бомж болам. Все. Короче, достар, біздің сұрақ-жауап рубрикасы бітті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.